Қайырлы күн. Бүгін кезекті сәрсенбінің сәтінде жобасының шығарылымы. Біз бүгін Сұрыптау бекетіндегі локомотив депосына Виктор мырзамен сұхбат алуға келдік. Виктор мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Виктор мырза, қош келдіңіз. Өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Менің атым Гагарин Виктор Денисович, мен біріншілік кәсіптік бөлімі инженер-технологпын. Осы жерде мен 10 ай жұмыс істеймін. Отбасымда әжем бар, анашым бар, әкем бар, 2 әпкелер бар, тағы көп туыстарымыз бар. Жақсы. Өзіңіз үйленбегенсіз, бойдақсыз. Иә, мен бойдақпын. Жақсы. Виктор мырза, қазақ тілін қашан қалай меңгердіңіз? Мен 4 жыл қосымша сабақтар бардым. Менің ұстазым Мұнайбасова Сияковановна болды. Ол өте күшті, өте мықты ұстазы болады. Ол тағы орыс тілі ұстазы, орыс литературасы ұстазы, тағы қазақ тілі, қазақ литература ұстазы болады. Сол кісі, иә? Иә. Ол күшті, өте күшті. Өзіңіз арнайы барып оқыдыңыз ба? Иә. Іздеп барып, арнайы оқыдыңыз. Тіл үйренуге деген өзіңіздің құлшынысыңыз болды, иә? Қазақ тілін үйренуге деген. Ал жалпы отбасыңызда қазақша сөйлейсіздер ма? Отбасымызда тек қана мен қазақ тілі сөйлеймін. Олар кәріс тілі сөйлеседі, тағы орыс тілі. Бірдеме мен олармен қазақ тілі пытаюсь сөйлесем. Сөйлесуге тырысасыз? Сөйлесуге тырысамын, иә. Оларға кішкене қазақ тілін үйренемін. Қалай үйренемін, иә. Қалай сөйледі, қалай дұрыс сөйледі, грамматикалық кішкене үйренемін. Болды. Жақсы. Ал әріптестеріңізбен жұмыс уақытында қазақша сөйлесесіз бе? Әрине сөйлесемін. Виктор мырза, жалпы қазақ тілін өзіңіз жетік меңгердім, оқыдым деп отырса, енді осы кәсібіңізде жиі қолданатын қазақ тілінің қандай сөздерін білесіз? Кәсіби сөздер бойынша мен темір жол білемін, жолыңыз болсын білемін. Жиі қолданатын сөздеріңіз, иә? Сәт сапар білемін. Виктор мырза, жалпы бір күндік жұмыс күніңіз қалай өтеді? Менің жұмыс күнім сағат 9-да басталамын, ал сағат 6-9-да аяқталамын. Менің жұмыс күнімде өте көп жұмыс бар. Ол қағаз жұмыс. Қағаз басы. Иә. Менің бастығым тапсырмалар береді. Бір күндік тапсырманы бастығыңыз береді, соны орындайсыз, иә? Иә, орындаймын. Виктор мырза, мына жерде сіздердің көптеген жетістіктеріңізді көріп тұрмыз. Ол әріптестеріңіздің жетістігі ма? Өзіңіздің де үлесіңіз бар шығар арасында? Иә, олар білем. Олар футбол, волейбол тағы қатысады. Бірінші орындар алады, екінші орындар алады. Олар өте күшті футболшылар, волейболшылар, Шакиев Бауыржан, Қуандық Думан. Олар өте жақсы футболшылар. Футболдан алған жетістіктеріңіз, сосын волейболдан алған жетістіктеріңіз, сосын тағы да қандай жетістіктеріңіз? Болды. Біз депосы тек қана футбол, тағы волейбол. Тамаша. Уақытыңызды қалай өткізесіз? Сол жұмыстан кейін мен үйде фортепианода ойнаймын. Тағы көп өлеңдер айтамын. Ән айтасыз ба, өлең оқисыз ба? Оқимын, айтамын. Тамаша. Содан кейін сол мен кәріс тілі тағы... Кәріс тілін үйреніп жүрсіз, иә? Иә, үйреніп жүремін. Себебі менің нағашылар, олар кәрістер болады. Әкеңіз орыс ұлтынан, ал анаңыз кәріс ұлтынан, иә? Иә, кәріс болады. Сол мен тағы менің мақсатым жақсы қазақ тілі үйрену. Сол мен француз тілі өлең айтам, кішкене испан тілі. Испан тілінде? Испан тілінде, иә. Француз тілінде, негізі орыс тілінде, ағылшын тілінде өлең айтам. Сол мақсатта мен қазақ тілі. Ендігі мақсат қазақ тілінде? Иә, мақсат қазақ тілінде үйрен айтам. Ән айтып үйрену, иә? Тамаша.
Құрметті көрермен, бүгін сәрсенбінің сәтінде жобасы осымен тамам. Виктор мырза, сізге көп рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын, әрқашан жолыңыз болсын. Көп рахмет. Сіздерге мен тағы зор денсаулық тілеймін. Рахмет. Бақытты тілеймін. Жұмыста да, отбасымызда да. Қажымас қайрат тілеймін. Тамаша, рахмет. Көп рахмет.